Жасөспірім кибербуллингке куә болса, қалай дұрыс әрекет етуі керек? Кибербуллинг біреуді интернетте әдейі қорлау, мазақ ету, кемсіту немесе ұялту. Көп жағдайда оған тек жәбірленуші мен буллер ғана емес, жанында үнсіз қарап тұрғандар да әсер етеді. Сондықтан куә болу, бейтарап болу деген сөз емес. Егер сен кибербуллингке куә болсаң, 5 әрекетті есте сақта. Біріншіден, қорлауға қосылма. Лайк басу, күлу, қайта тарату, немесе астына әзіл жазу буллингті күшейтеді. Тіпті үнсіз репосттың өзі жәбірленушіге қосымша қысым болуы мүмкін. Екіншіден, жәбірленушіні жеке қолда. Оған сен жалғыз емессің, бұл сенің кінәң емес, көмек сұрауға болады, деп жаз. Кейде бір ғана қолдау сөзі адамның өзін жалғыз сезінбеуіне көмектеседі. Үшіншіден, дәлелді сақта. Скриншот, сілтеме, хабарлама уақыты бәрі маңызды. Себебі кейін бұл ақпарат ата-анаға, мұғалімге немесе платформаға шағым түсіру үшін қажет болуы мүмкін. Төртіншіден, сенетін ересекке хабарла. Егер жағдай қайталанса, ауыр болса, немесе біреудің абыройына, қауіпсіздігіне зиян келіп жатса, мұны жасыруға болмайды. Ата-анаға, сынып жетекшіге, психологқа немесе кураторға айту дұрыс қадам. Бесіншіден, платформаның құралдарын қолдан. Қорлайтын аккаунтты бұғатта, шағым түсір, қажет болса, пікірді өшіруге көмектес. Интернеттегі қауіпсіз орта өздігінен емес, осындай әрекет арқылы қалыптасады. Кибербуллингті тоқтатудың бір жолы, куәгердің үнсіз қалмауы. Сен буллингке қосылмай, жәбірленушіні қолдап, дәлел сақтап және ересектерге хабарлап, шынайы көмек көрсете аласың.